Касаи деген имам өткен екен. Имам Касаи деп ат қойылған ол кісіге. Бұл кісі араб грамматикасының имамы. Негізі да, бұл кісі хадистен ғалым емес. Құран білімдерінен ғалым емес. Фиқхтан ғалым емес. Бұл кісі араб грамматикасынан ғалым. Шайыр, ақын кісі. Бір жиында бір қазыменен отырып қалады. Сол қазименен отырған кезінде әлгі қазы бұл кісіні кемсітеді. Сендер араб грамматикасын шұқи беріп, әбден түгін қалдырмадыңдар ғой өзі, дейді. Сонда имам айтады: сіз соны жақсы білесіз ба десе, жобалаймын өзі, бізге бола береді, дейді. Егер мен араб грамматикасының мықтылығын дәлелдесем, сіз қазылықтан түсесіз ба, дейді. Баяғы кісілер уәжге тұрған ғой, я? Айтыңыз, дейді, көрейік, дейді. Сонда айтады: сіздің алдыңызға екі адам келсе, дейді. Сөйтіп екеуі айтса, арабша сөз тіркесі. Біреу айтады: әна қатилу бінәк деп айтса. Екіншісі әна қатилун ибник деп айтса. Әна қатилу біник десе, а біреуі әна қатилу бінәк десе. Ибнун сөзін біреуі фатқа қылып айтты, ибнәк. Біреуі касра қылып айтты, ибник. Айырмасы сонда, я? Біреуін а деп айтты, біреуін и деп айтты. Не, я, кішкентай а, кішкентай и, бір сызықша шешіп тұр, я? Сол екеуінің қайсысын жазаға тартасың, дейді. Айтшы, дейді. Соменен ана кісі ойланады. Екеуінің сөзінің мағынасы енді жалпақ сырттан аударсаңыз, мен сені ұлыңды өлтірем деген сөз. Немесе өлтірдім деген сөз. Енді соның қайсысын жазаға тартасың, дейді. Сомен әлі кісі ойланады да, сәлдесін жерге қояды. Болдым дегені ғой енді. Сонда имам Касаи айтады: егер сіз сөз тіркесін бір-біріне қоссаңыз, изафаттық сөз тіркесі емес, бәлки қатилун сөзін исім файл қылып алсаңыз, сосын ибнак сөзін оның мафулі қылсаңыз, яғни фатқа қылсаңыз, әна қатилу ибнак болса, әна қатилун ибнак болса, онда болашақ райында сөйлеген боласыз. Ондай болса, сізге айтып тұрған, бұл сөзді айтып тұрған адам жай орысша айтқанда угроза да, яғни сізді қорқытып тұр. Бірақ әлі ол амалды жасаған жоқ. Болашақ райында айтып тұр: мен сенің ұлыңды өлтіремін. Өлтірген жоқ әлі. Оған жаза жүрмейді. Өлтірген жоқ қой себебі. Өлтіремін дейді. Оған жаза жүрмейді. Ал бірақ ана қатилу біник десе, изафаттық сөз тіркесі қылса, мен ұлыңды өлтірдім болады. Өткен шақта болады. Онда ол ұлыңызды өлтіріп қойған болады. Онда соған жаза жүреді, дейді. Қараңызшы, бұл бір ауыз сөз. Бұл мұжтахидтің білімінің бір білімі. Араб тілі грамматикасы. Осыншалықты мықты білу керек, дейді. Ол біреу. Одан кейін хадис бар осынша. Одан кейін Құран білімдері бар. Одан кейін деп айта бересіз. Осылайша 10-12 білім бар. Сол әл білімді ғалым ретінде меңгеру керек. Сонда ол кісі мұжтахид болады.